Хей, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Зайникс YouTube. Короче, достар, бүгінгі видеода мен сендерге, яғни штаны ангелы жайлы ақпараттар және оны қалай алатыны жайлы айтатын боламын. Мен бұл жерде мынаны былай істейсіздер, және басасыздар, оны қалай алатынын көрсетпей. Короче, оны сіздерге наны басып, наны істеп, оны битіп бере салмайды. Ол үшін біраз еңбектену керек, және де ол да тегін тұрмайды. Короче, ал достар, ендеше видео басталмай тұрып сіздер менің арнама жазылып, және де видеоға лайк басып қойыңыздар. Ендеше біз видеоға кеттік. Штаны ангелы, яғни бұны екінің бірі кие бермейді. Бұл штаны ангелы, яғни зарубежный ютуберларда болады, және де 500 мыңнан асқан, подписчигі 500 мыңнан асқан ютуберларда бар. Немесе бұрынғы олдтар өздері солай, яғни бұрыннан бастап ойнап келе жатқан олдтар ғана алған. Оның өзіне де біраз алмаз салып, сол лутбокстан түсіріп солай алған. Яғни бұл штаны ангелы дейтін өте, яғни Free Fire'да өте құнды зат. Бұл штаны ангелаға деген адамдар бұны олд кезден, яғни лутбокстардың ішінен түсіріп алған. Және де бұған ең олдский болу керек, олд болу керек бұны алу үшін. Және де бұған ютубта 500 мың подписчиктен асқан кезде ғана Гаринаға заказ бересің. Сол кезде Гарина сенің сообщениеңді оқыса береді, оқымаса бермейді. Және де бұл штаны ангела дейтін, яғни өте керемет, экранның бетінен көріп тұрғаныңызда осындай өте керемет зат. Яғни ондайды тек замена файлмен ғана көбінесе көреді, көбісі солай алып жатыр. Бірақ ол замена файл дейтін тек өзіңе ғана көрінеді, және басқаларға көрінбейді. Оны өзің ғана көрсең ол қызықсыз, яғни тек видео түсіруге ғана болса солай нормалында, ал бұлай өзіңе ғана көрінсе, ал басқаларға ол бот болып көрінеді. Сондықтан замена өте жақсы зат деп ойламаймын. Кейде оған Гарина банға да тығып жіберуі мүмкін, аккаунттар минус болады. Және де айта кетерім, бұл штаны ангела дейтін, яғни өздеріңіз білетін Азан, Трэшер дейтін, яғни зарубежный ютуберлердің барлығында бар. ADS-тен басқа. Бұл ADS-ке жалпы штаны ангеланы берген жоқ дегенде, ол әлі заказ тапсырмаған, оған заказ бермеген. Сондықтан білмеймін, ойын өзі бір түрлі болып жүр. Короче, достар, бұл екінші шарты, яғни екінші алу үшін қалай алады екінші себебі. Короче, ол үшін бүйтеді. Яғни разработчикке жазасыңдар. Разработчикке жазасыңдар да, яғни ол үшін 100 мың теңгеден сатып аласыңдар разработчиктен штаны ангеланы. 100 мың теңге, ойлаңдаршы өздерің. 100 мың теңгеге штаны ангела. Бұлай қарасам бұл өте кішкене, білмеймін. Бұған айтарға сөзім жоқ. Бұлай егерде ға кіріп кеткен, еще тапты ол ақшасы көп не симай барады, сондай адамдар алады деген ойдам. Бұлай бұны басы істейтін адам алмас. Ал достар, короче, өздеріңіз штаны ангела жайлы түсінді деген ойдам. Көбісі біледі шығар ол жайлы, штаны ангела жайлы. Менің ойымша штаны ангела жайлы көбісі біледі. Және де оның олд зат екенін, және оны қалай алғанын көбісі де білуі мүмкін. Бірақ та көбісі дегенде, яғни ол жайлы көбісі айтады, оны мына алмаз салып Free Fire'дан алады. Олай емес. Оны, короче, бір лутбокс болады, оны алмазға алады ма, мен де нақты білмеймін. Әйтеуір сол лутбокстан оны түсіріп алады. Және де оның наборы бар, кино сияқты наборы бар. Оның штаны ангеланың, яғни кино ангел дейтін наборы бар. Ол өте керемет, бірақ ол да екінің бірінде бола бермейді. Ол да слишком құнды ондай набор. Достар, короче, осымен біздің видео аяқталды. Егер де видео ұнаса, лайк басып, арнама жазыла кетейік. Ал ендеше видеода соңына дейін до конца көргендеріңізге рахмет. Сау болыңдар.